Сәлеметсіздер ме, құрметті желі пайдаланушылары? Парасат жолы жобасы қоғамдық пікірдің үстемдігіне, сондай-ақ ел игілігі үшін игі идеялар мен бастамаларды ілгерілетуге бағытталған мемлекеттік басқарудың барлық заманауи жүйелерінің негізі ретінде парасаттылық тұжырымдамасын ілгерілетуге жаңа тәсілі болып табылады. Біздің іс-шараның тақырыбы салауатты ұрпақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Бүгін Парасат жолы жобасы аясында Қарабалық аудандық орталық кітапханасы, Қарабалық ауданының тілдерді дамыту орталығының басшысы міндетін атқарушы Абилов Ерлан Жангелдіұлы кездесу өткізіп отырмыз. Қош келдіңіз, Ерлан Жангелдіұлы. Енді бірінші сұрақ, өзіңіз жайлы айтып берсеңіз. Қайырлы күн. Бүгінгі кездесуге шақырғандарыңызға рахмет. Мен есімім Абилов Ерлан Жангелдіұлы. 1991 жылы осы Қарабалық ауданында дүниеге келген. Қостанай мемлекеттік педагогика институтын тамамдап, қазіргі таңда тілдерді оқыту орталығында басшы міндетін атқарушы болып жұмыс істеп жатырмыз. Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту бағытында жұмыстар атқарамыз. Рахмет. Екінші сұрағымыз, сыбайлас жемқорлық деген сөзді өзіңіз қалай түсінесіз? Жемқорлық енді өте өзекті мәселе деп білеміз. Жемқорлық ол мемлекеттік басқару құрылымдарында, жеке құрылымдарында, лауазымды тұлғалардың немесе жауапты мамандардың өзінің қызметін жеке бас пайдасы үшін жүзеге асыру бағытында жасалған қоғамға қарсы қылмыс деп білемін. Енді үшінші сұрағымыз, сіздің ойыңызша сыбайлас жемқорлықпен күресудің қандай әдістері неғұрлым қолайлы деп ойлайсыз? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңды халыққа кеңінен насихаттау деп ойлаймын, және де құзырлы органдардың жауапты мамандарының халықпен жиі кездесу ұйымдастыруы, және де осындай парамен немесе жемқорлықпен ұсталған азаматтардың ашық соттарын көбірек ұйымдастыру деп ойлаймын. Және осы соңғы сұрағымыз, қоғамдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қалай тартуға болады? Қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске тарту үшін ең біріншіден өзімізден бастау керек, санамызды жаңғырту керек. Қазір әр азамат заң алдында, сот алдында тең екенін ұмытпау керек деп ойлаймын. Және де осындай кездесулер, шараларды көбірек ұйымдастыру керек. Сонымен қатар бұл жерде пара алушы да, пара беруші де бірдей қылмыскер екенін ұмытпау керек деп ойлаймын. Сондықтан да әр азамат өзінен бастаған дұрыс. Рахмет жауаптарыңызға. Бізге уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Жауаптарыңызға да рахмет. Біз сізбен сұхбаттасқанымызға қуаныштымыз. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.